Қайырлы күн, пайдалы кеңестер арнасының оқырмандары. Егер сізде шашыңыздың түсуі мазалайтын болса, онда бұл видео сізге арналады. Пияздың шаш түсуін тоқтату үшін пайдалы әсері туралы көптеген зерттеулер мен халықтық медицинада айтылғандар бар. Пияз табиғи ингредиенттерге бай өсімдік, оның құрамында шаштың өсуіне ықпал ететін және шашты күшейтетін көптеген пайдалы заттар бар. Пиязды қолданудың шаш түсуін тоқтатуға және шаштың денсаулығын жақсартуға көмектесетін бірнеше негізгі артықшылықтары. 1. Пияздың құрамындағы күкірт. Пияздың құрамында күкірт бар, ол шаш фолликулаларын нығайтуға және олардың өсуін ынталандыруға көмектеседі. Күкірт шаштың құрылымын күшейтіп, тамырларын нығайтады, бұл шаштың түсуін азайтады. 2. Антибактериалды және антисептикалық қасиеттері. Пиязда антибактериалды және антисептикалық қасиеттер бар, ол шаштың түсуіне әкелетін инфекциялар мен қабынуларды жояды. Пияз шаш фолликулаларын тазалап, олардың дұрыс жұмыс істеуіне ықпал етеді. 3. Қан айналымын жақсарту. Пияздың шырыны бас терісіне жағылған кезде, ол құрамындағы антиоксиданттар мен витаминдер арқылы қан айналымын жақсартады. Бұл шаш фолликулаларына қажетті қоректік заттардың көбірек жетуіне мүмкіндік береді, соның арқасында шаштың өсуі жақсарады. 4. Шаштың өсуін ынталандыру. Пияздың құрамындағы полифенолдар мен флавоноидтар шаштың өсуін ынталандырады. Бұл заттар шаш фолликулаларын белсендіре отырып, жаңа шаштардың өсуіне көмектеседі. 5. Шашты ылғалдандыру және нығайту. Пияз шырынының құрамындағы витамин С мен басқа да дәрумендер шаштың құрылымын нығайтады, шашты сау және жарқыраған етеді. Пиязды шаш күтімінде қолдану жолдары. 1. Пияз шырынын бас терісіне жағу. Пиязды ұсақтап турап шырын шығарыңыз. Осы шырынды бас терісіне жағып, 20-30 минутқа қалдырыңыз, содан кейін жылы сумен жуып тастаңыз. Бұл әдіс шаштың түсуін тоқтатуға және шаштың өсуін арттыруға көмектеседі. 2. Пияз майы. Пияз майы, пияздың экстракты мен май, шаштың түсуін тоқтату үшін өте тиімді. Оны бас терісіне 1-2 рет қолдануға болады. 3. Пияз маскасы. Пияз шырыны мен балды араластырып, бас терісіне жағып, 15-20 минутқа қалдырыңыз. Бұл маска шашты нығайтады және оның өсуін ынталандырады. 4. Пияз және зәйтүн майы. Пияз шырынын зәйтүн майымен араластырып, бас терісіне жағып, 30 минутқа қалдыруға болады. Бұл шашты ылғалдандырады және оның түсуін азайтады. Қосымша ескертпелер, теріге аллергиялық реакциялар, пияз шырыны кейбір адамдарда тері тітіркенуін тудыруы мүмкін. Сондықтан оны алғаш рет қолданар алдында теріге аз ғана мөлшерін жағып, аллергиялық реакцияны тексеру маңызды. Дұрыс жуу. Пияз шырынның иісі ұзақ сақталуы мүмкін, сондықтан оны жақсылап жуу үшін шампунь мен сумен 2-3 рет жуу ұсынылады. Пияз шаштың түсуін тоқтатуға және оның өсуін ынталандыруға көмектесетін табиғи құрал. Оның құрамындағы күкірт, витаминдер және антиоксиданттар шаш фолликулаларын нығайтып, шаштың денсаулығын жақсартады. Дегенмен пиязды қолданудан бұрын теріңізге аллергиялық реакция жоқтығына көз жеткізіп, оны дұрыс пайдалану қажет.